Армысыздар, құрметті ұстаздар. Сіздермен бірге мен Айжан Маушарып өзімнің қазына іздеу ойынымның тағы бір түрін ұсынғым келіп отыр. Қазына іздеу ойынын мен әліппе сабағына пайдаланамын. Әліппе сабағында оқушылар әріпті таниды және оны ары қарай қосып оқуға ынталану үшін осындай ойынды ойластырдым. Мына жерде бір күн туралы жұмбақ жасыруға болады. Жұмбақтың жауабын тапқаннан кейін оқушылар күн суретін алады. Күн суретінде осындай қима әріптер берілген. Осы қима әріптерден сөз құрайды. Міне бақа деген сөз шықты, иә? Бақа сөзін оқып, бақаның қайда мекендейтінін табады. Бұл жерде оқушылардың танымдық қабілеті де артады. Бақа көлшікте мекендейді. Көлшік суретін алып, онда тұрған бақадағы сөзді оқиды. Бақада бүркіт деген сөз жасырылған екен. Бүркіттің қайда өмір сүретінін табады суреттерден қарай отырып. Бүркіт тауда өмір сүреді. Демек, тау суретін алып қараймыз. Яғни тауда бүркіт мекендейді. Бүркіт суретінде не жазылған екен? Жайнайды, нәзік деген сөз жазылған екен. Оқушылар сөзді оқиды, суреттерге мұқият қарап, жайнайтын нәзік не екенін табады. Ол әрине гүл. Гүл суретін қараймыз. Не жасырылған екен? Қой төлі деген сөз жасырылыпты. Бұл сөзді де оқушылар оқиды. Оқи алмаған жағдайда келесі кезеңге өте алмайды, яғни қазынаға апарар жолды таба алмайды. Қой төлі ол қозы. Қозыда бізде қазына жасырылыпты. Сандықтың ішінде не бар екенін қарайық. Г деген дыбыс жасырылған екен. Яғни балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз Г дыбысымен әрпі деп жаңа тақырыпты да осылай ойын арқылы ашуға болады. Гүл сөзі Г дыбысынан басталады деп оны да айта кетеміз. Және де бүгінгі сабақта сендердің іздеп тапқан қазыналарың осы Г әрпі екендігін де айтып өтеміз. Оқушылар осылайша өткен білімді еске түсіреді, оқиды және жаңа білімге қадам басады. Білімдерін жетілдіріп, оқуға деген қызығушылықтары артады. Қазына іздеу ойыны арқылы оқушылардың танымдық қабілеттері артады. Оқуға деген қызығушылықтары артады. Жан-жақты дамиды, логикалары дамиды. Ойынды пайдаланып көріңіздер, өте қызықты болады. Істеріңізге сәттілік, келесі кездескенше сау болыңыздар.